Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Жігіттен кек қайтарған жылан. Ордалы жылан туралы аңыз әңгімелерді естігеніміз болмаса, көзбен көргендер аз. Жылан дегенде көпшілігіміздің көз алдымызға тілін жалаңдатып, ирелеңдеген сұсты тіршілік иесі келіп тұра қалады. Олардың қайсы бірі түрі болмаса, адамзат үшін қорқынышты. Жалпы табиғатта жыланның бірнеше түрі тіршілік етеді екен. Жыртқыш түрлері тышқан тәрізділермен, бақалармен, омыртқасыздармен қоректенеді. Көпшілік жыландар жұмыртқа салады, ал кейбіреулері тірі туып көбейеді. Олар жеке дара немесе топтанып қыстайды. Топтанып қыстайтын түрлерін халық ордалы жыландар деп атайды. Жуырда ордалы жыландар туралы бір әңгіме естігенім бар. Бұл оқиға Оңтүстік Қазақстан облысының бір шағын ауылында болыпты. Отау құрғандарына небәрі 5-6 жыл болған Дәурен мен Айсұлудың ауылға қоныс аударғанына аз ғана уақыт болатын. Дәурен тұла бойы тұңғышым, артымнан ерген тұяғым деп ұлының атын Ізбасар қояды. Ал одан 2 жасқа кіші қызының есімін Ләйла. Жан-жары Айсұлудың төркіні қалада тұрады. Ал өздері бұл ауылда Дәуреннің шаруасына қолайлы деп көшіп келеді. Сатып алған үйлері тәп-тәуір. Жаңа үлгімен салынған баспананың түр-сипаты еңселі. Айналасындағы үйлермен салыстырғанда сондайдан да көзге ілінеді. Күн артынан күндер өтіп, жұбайлар бақытты өмір сүріп жатты. Дәурен күні бойы жұмыста, ал әйелі Айсұлу шаңырақта бала тәрбиесімен айналысатын. Айсұлу үйде жүргенде сәл тыныштық орнай қалса, әлде бір заттардың тысырынан селк ете түседі. Алғашында үй жиһаздарының тысыры шығар деп Айсұлу ештеңеге аса мән берген жоқ. Түн-түндігін түріліп, тыныштық орнаған кезде Айсұлу әлдекім еденді жайбарақат басып, әрлі-берлі жүрген секілді дыбыстардан оянып кетіп жүрді. Құлағын салып тыңдай қалса, әлгіндей дыбыс жоғалып кетеді. Бірде ол таң ата мынандай оқиғаға тап болды. Жолдасының таңғы асын беріп, жұмысына шығарып салған соң, Айсұлу төсек жинауға кіріскенде, күйеуінің көрпесін сілке жинап жатқанда бірнеше жыланның бұрылып жерге сарт ете қалғанын көріп, зәресі зәрдүбіне кетеді. Дереу Дәуренге хабарласып, мекен жайды айтады. Бірақ ол бұған айтарлықтай мән бермейді. Қорқыныштан қол-аяғы дірілдеп кеткен Айсұлу асханаға барып су ішіп болды. Дереу асханаға жүгіріп келіп, ыдыстағы суға еңкейе бергенде еден мен жорғалай жүріп ас үй жиһаздарының артына қарай кіріп бара жатқан аңғарады. Сол күні Айсұлудың ештеңеге қолы бармады. Құдды бүкіл заттың арасынан жылан шыға келетіндей қорқыныш сезімі пайда болды. Кешқұрым Дәурен жұмыстан келген соң оқиғаның барлығын жолдасына бүге-шігесіне дейін айтып берді. Дәурен жатын бөлмедегі төсек орынның айналасын, асты-үстін барлық бөлмелерді түгелдей тінтіп шықты. Бірақ ешқандай жылан ізін байқамады. Арада бірнеше ай өтті. Бұл кезде жанұяда жылан туралы қорқыныш сәл-пәл сейілгендей еді. Айсұлу әдеттегідей үй ішіндегі анау-мынау тіршіліктермен айналысып жүрген. Сәл дамылдамақ болып, жатын бөлмедегі кереуетке отыра кетті. Көз ілініп кеткен екен. Түсінде жұмсақ құмның үстінде жалаң аяғымен олай-бұлай балаша ойнап жүгіріп жүр екен. Кенет селкеніп оянып кетсе, қос аяғының үстімен бір жылан сусылдап өтіп бара жатты. Айсұлу ойбай деп ышқына айқайлай, аяғын сілкіп қалғанда жылан ұшып түсіп жоқ болды. Әйелінің үрейлі түрін көрген Дәурен, әйелі мен 2 баласын қалаға төркініне жіберіп, өзі үйдегі жылан атаулыны өлтірмек болып үйінде қалады. Ертеңіне жұмысқа бармай, жыландардың жарыққа шығуын күтіп отырады. Кенет теледидар қоятын үстелдің артқы жағынан басы қылтия шығып, еденмен бойлап жорғалаған жыланды көріп, қолындағы балтасымен 5 бөліп тастайды. Осылайша көзіне көрінген жыланның бәрін балталай береді. Бірақ Дәурен мұнша жыланның үйге қалай кіріп, олардың қай жақтан шығып жатқанынан ұққан жоқ.
бар ойы жыландарды жою. Жорғалаған жыланның бәрін өлтіріп бітірдім дегенде әйелі мен балаларын қайтадан ауылға шақырып алды. Үйде жыланның қарасы көрінбегенге ерлі-зайыптылар енді тыныш өмір сүреміз бе деп ойлаған. Бірақ бұл ойлары бекер болып шықты. Түн ауа, Айсұлу ауа жетпей қиналып оянып кетті. Көзін ашса, бір жылан оны қылғындыра мойнынан оралып тұр екен. Қимылдай қалса, одан сайын тұншықтыра түсердей еді. Есіктің табалдырығында жолдасы Дәурен аузынан ақ көбік атылып өлім аузында жатты да, артынша қинала шығарған даусы да үзілді. Жанында жатқан қос құлыншағы жалаңаш күйде әлде қашан ажал құшқан. Айсұлу қос қолымен жыланды тартқылап тырысып көріп еді, болмады. Қол-аяғы тыпырлап айқай салуға да шамасы келмеді. Ақыры соңғы демін шығарды. Бақсақ бақ екен демекші, бір шаңырақты бір түнде өлтіріп шыққан ордалы жыландар екен. Олар өздеріне қасты қылғандарды жер бастырып жүргізбейтін көрінеді. Ел арасында үйге жылан кірсе, басына ақ құйып, еппен шығару керек дегенді жиі естиміз. Сонда ол ешкімге зиян тигізбейді екен. Жалпы жыланды өлтіріп жатқанда алтын басым аман болса, 6 күнде тірілем, жез құйрығым аман болса, 7 күнде тірілем деп айтып жатады екен. Қайсы бір тіршілік иесінің жағымсыз факторға қарсылық көрсететін қасиетке ие екенін білеміз. Бірақ жыланның кегі түбінде жақсылыққа апармайтындығы белгілі болғандай. Әңгіме ұнаған болса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға рахмет.